Қазір өздеріңізді естіп біліп жүргендей, біздің Лимон маркетплейс мінекей ашылып жатыр, иә. Қырғызстанда уже Лимон маркетплейс ашылды. Елдер товарларын Қырғызстан алып бастап жатыр, алып жатыр, сапаларын көрсетіп жатыр, өте жоғарғы сапалы товарлар алып жатыр. Мінекей Қазақстанда осы жылдың күз айында ашылады уже мінекей. Өздеріңіз білесіздер, бұл Валберс, Тема, Озон сайттар сияқты маркетплейс, бірақ мысалы Пиндодадан заказ беретін болсаңыздар, сіздер алған товардың весіне де төлейсіздер, я доставкасына да төлейсіздер. Кейде біраз зат алатын болсаңыздар Пиндодадан, весі товардың құнынан да көпке шығып кетіп жатады. Қымбат төлеп жатасыздар. Ал на маркетплейсте, Лимонда ешқандай да сіздер весіне да, доставкасына да төлемейсіздер, тегін әкеп береді. Яғни Пиндодадан өзімізді заказ беріп көрдік, қаншалықты қымбатқа шығып жатқанын да көрдік. Ал Валберс, Тема, Озондардан ешкімді табыс таппайды, просто заказ жасап алады. Ал Лимон маркетплейсте сіздер табыс табасыздар. Жан-жақты табыстың көзі бар. Ол жерде тек қана заказдарыңызды жасап қана қоймайсыздар, пассивный доходқа шығасыздар. Көрдіңіздер ма, жан-жақты адам шақырғың келеді десеңіз, пожалуйста, сіз акционерге жұмыс жасап қаласыз. Дивиденд көресіз өмір бойы. Акционерге шығып жасасаңыз да, жасамасаңыз да, ол түсіп тұратын доходтың көзі. Өмір бойы түсіп тұратын маркетплейстің таза табысынан түсіп дивиденд көріп отырасыздар. Ал жоқ, мен адам шақыра алмаймын десеңіздер, сіздерде ссылочная система деген бізде бар. Вот ссылкаңызды бір-ақ ай таратып жібердіңіз, елдермен бөлістіңіз. Сол арқылы, яғни ссылка бойынша сіз пассивный доходқа шығасыз. Мінекей жан-жақ табыстың көзін бұл жерде таба аласыздар. Просто түсінбей жатсыздар. Басқа бір сетевойлармен, пирамида, лохотрондармен шатыстырып жатқан елдер бар, я. Әрине көп адамдар, біздің көбісі халықтың аузы күйген, я. Сондықтан да сенімсіздік білдіріп жатқандар бар. Но енді бұл маркетплейс кәдімгідей сауда орталығы, интернет магазиндер. Қазақстанда заңды түрде жасап жатқан маркетплейс. Сондықтан да жақсылап түсініп алыңыздар, хабарласыңыздар. Мынандай мүмкіндікті жіберіп алуға болмайды.